Сәлем достар, мен Естен Ербол. Бүгін мұғалімдерге, оқушыларға немесе қызметкерлерге өте бір керекті білімді айта кетейін. Ол мынау Google жүйесінен іздеу құпиялықтар деген сабағымның бір үзіндісі. Қазір Google сайтын ашамыз. Енді мұғалімдерге мысалға өте көптеген сабақ жоспарлары, болмаса керекті материалдар қажет болған жағдайда осы Google-дан іздейді. Бұл енді мұғалімдерге ғана емес, оқушыларға, барлық адамдарға қажет деп ойлаймын. Мысал ретінде сабақ жоспар деп жазайын. Енді ол енді өз еркіңізде, сізге не керек? Қазір сабақ жоспар деп жаздым. Соны бұйрықтық ретінде файл type сосын қос нүкте қоямын. Енді сізге қандай форматта керек? Енді Word нұсқасында болса DOS, PDF, сосын PPT. Көбінде енді мұғалімдерге DOS форматындағы керек, өйткені өзгертеді. Мінекей, сіздер көріп тұрғандағыдай қазір іздеу нәтижесінде барлығы DOS форматында шықты. Сіз іздеген тақырып бойынша. Бұл енді тақырыпты өзіңіз білесіз, қандай өзіңізге керекті, қандай сабақ керек, мысалы тарихтан. Көріп отырғандағыдай. Енді біреуін жүктеп көреміз, қазір не жүктелді. Бұл енді сіздерге көрсетілген бірінші сабақ түрі, екінші бір іздеу жүйесін айта кетейін. Әдетте мұғалімдерге арналған сайттың ішінен өз керегіңізді таппай қалуыңыз мүмкін. Мысалы, мұғалімдерге арналған сайттар өте көп. Соның ішіне қазір пет-кизит деп іздейін. Міне, сіздер қарап отырғандай, қазір бұл Google-дан іздеу жүйесінің нәтижесінде тек қана осы пет-кизиттің ішіндегі ақпараттар немесе мақалалар. Басқа ешқандай сайт жоқ бұл жерде, тек қана пет-кизит. Бұл пет-кизит мұғалімдерге арналған сайт. Жақсы достар, бұл да сіздердің керектеріңізге жарар деп ойлаймын. Мен Естен Ербол. Басқалармен бөлісуді, сосын каналға жазылуды ұмытпаңыздар.